Keremет тамаша дейміз жалғасып, Тапқанның председателі болып отқан. Одан кейін сонау Алматыдан аталып келіп отырған Болатбек пен Меруертке сөз кезегін берейін деп отырмын. Рұқсат болса. Бүгін мынау әдемі кешке жиналған көпшілік қонақтар, Бішкекте Қырғызстаннан тартып келген. Қадамдарыңыз құтты болсын. Маскүл көргенмен қуаныштымын. Билік әрдайым осылай екі ортада қатынас болып, біз сіздерге барып, сіздер бізге келіп жүре берейік, аман есен. Шығармашылық табыстар тілеймін. Мынау енді зулап өтіп жатқан уақыт дейді, былайша қарасақ енді. Әнеу күні ғана құрып, дамытып жатқан сияқты 10 жыл болыпты мінекей топқа. Қазір бір үйдің баласындай болып кеттік, біріміздің қуанышымызға ортақтасып, біріміздің қайғымызды бөлісіп, барлығымыз бір отбасының мүшесіндей болып кеттік. Барлық ақындарға шығармашылық табыс тілеймін. Мынау тобымыз жандана берсін. Әрдайым биіктерге көріне беріңіздер. Мынау жастар жалындай берсін, жаза берсін, шығармашылық. Ортамызда үйленбегендер үйленіп, тойына барып билейік, Құда қаласа той болсын. Жылдан жылға аман есен жете берейік. Мынау Омырхан менің құрдасым, былай қашсам тапыр алады, былай қашсам қуып жетеді. Қашалмайық ешқайда. Екеуміз сол бірде тіркесіп аман есен жүреміз. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Бұндай көпшіліктің оябынан шығу, көпшіліктің тірлігін істеу деген оңай емес. Айналдырған үйде бес баланың бағын таба алмаймыз. Мысалы, бұл деген пәлен адамның оябынан шығып, пәлен адамның тірлігін ұйымдастырып, рахмет, жақын түспей жамандық көрме. Алла екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Осылай ортамызда жүре бер, ойнап келіп, қатайма әдем болып жүріп. Негізі қашқан нәрсе тоқтайды, бұл тоқтамайды. Қайырлы кеш, мінекей қадірлі жақсылар, бүгін өте қуаныштымын. Жалпы Омархан ағаны енді біраз уақыттан бері білеміз, дейтуға мен еңбегі орасан, әрдайым біресе Алматыда, біресе Астанада, біресе Автолар қоғамында, қай жерде игі шара болса сол жерде жүріп жаңалықтарын бөлісіп жатады. Осынау қоғамдық әдеби бірлестікке шабыт тілеймін. Осындағы жиналған әрбіріңізге Алла тағала мерейлеріңізді үстем, өмірлеріңізді жарқын қылып, құшақтарыңызды қуанышқа, бауырларыңызды бақытқа, бойларыңызға жылулық, жүректеріңізге шаттық сыйласын дегім келеді. Және енді мынау осындай бір тамаша кеште бағана түске шейін бір шумақтар туып еді, соны жазып келіп едім, оқып берсем, рұқсат етіңіздер. Құтты болсын 10 жылдық. Бір кеңесі қосылып бір кеңеске, оралуда тәтті шақ күнде еске. Құтты болсын 10 жылдық мерейлі кеш, бүгінгі күн айналған бір белеске. Шабытпенен тулаған шын кескіні, шумақтарға жарасқан үндестігі, таланттарға қолдау болып жасай берсін өлең сөздің патшасы бірлестігі. Таусылмасын қуаныш қаламызда, үзілмесін сыйластық арамызда, аман болып жүрсін деп тілек айтам тау тұлғалы Омархан ағамызға. Өлең еткен өмірді сұлу сырдан, таралғандай шығыла жылу нұрдан, ой төгілген орасан оқып көрсем, ұрпақ үшін ұялдым деген жырдан. Жырға бөлеп, маңайын әнге бөлеп, еркелетіп, ортасын бір мәпелеп, өлең сөздің патшасы оңға толды, алтысында ақпанның бір ғанибет. Осы кеште сазгер де, ақын да бар, әнші де бар, өнерге жақын да бар. Бәрімізге тілеймін мол жақсылық, тоқтамасын сәтіңіз шабыт қонар. 10 жыл деген төккен тер еңбегіңіз, 10 жыл деген өнерге дән сепкеніңіз, басын қосып осында жақсылардың ізгіліктің нұрында төккеніңіз. Тәңір берсін тазалық тәнімізге, тарқамасын өлең жыр әнімізде. Аман есен жүріңіз, бар шағайын саулық, байлық тілерім бәріңізге. Осынау жыр шумағым мынау енді
Bağanağıday mekemеңizдің бір жеріне қойып қоясыз, бүгінгі күннен естелік деп. Және де мынау өзімнің авторлық тағдырыма тәнтімін деген тәуелсіздіктің 30 жылдығында әрбіріміз өмірге келгеннен кейін тағдырға тәнті болайық деген авторлық кітабымды да осы жерге сізге естелікке қалдырғым келді. Сонымен қатар мынау бүгінгі кешке шапаныңызға шапан деп біліңіз, дастарханға дастархан деп біліңіз деп бақытты болыңыз. Армысыздар, қайырлы кеш. Құрметті қаламгерлер, ақындар, сазгерлер. Бүгін біздің жалпы шығармашылық бірлестігіміздің 10 жылдық мерейтойы болып жатыр, той құтты болсын. Қаламдарымыз қарымды болсын, жүректеріміз жалынды болсын, тартымды болсын. Және де мына көршілес туысқан мемлекет Қырғыз елінен келіп жатқан ақындар, қаламдарымыз құтты болсын. Сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз. Сіздердің де жырларыңыз жазыла берсін, шығармашылық табыстар тілеймін. Байланысымыз, ортадағы байланысымыз, алтын көпіріміз мәңгілік болсын. Әрқашан осындай жиындарда аман есен басымызды қосып жүре берейік. Ал қымбатты бүгінгі мынау салтанатты кешіміз тағы құтты болсын. Баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Шабыттарыңыз шарықтап, қаламдарыңыз қарымды, ойларыңыз ұшқыр болып, кітаптарыңыз жыл сайын жарық көріп баспа бетіне шыға берсін. Енді мен бұл топқа қосылғаныма да өзі 2-3 жылдың төңірегі болды. Ал сіздер бұрыннан осы топта келе жатқандарыңызға алдарыңызға 10 жыл, әрине 10 жыл бір топта отырып, бұл үлкен еңбек, үлкен қуаныш. Бұл топтың жақсылығына ортақтасып, қиындығын бөлісіп отырған, осында осы топтың алғаш құрылғаннан бастап, осы топта отырған біздің Эльмирашымыз, Гүлақын құрдасым, Жібек қызымыз. Енді мен бұл топтан не үйрендім? Мен ақындықты Алла береді дейді. Ал бірақ поэзияның қыры сырын мен осы топтан үйрендім десем артық айтпаған болар едім. Өйткені мен бұл топтан ынтымақты іні таптым, сырлас сіңіл таптым. Асқартау Омархан аға сияқты аға таптым. Және де мейірім шапағаты ыстық ынтымағы төгілген осындай бірлестік таптым. Ал бәрінен де осы өлеңнің қыр-сырын жаста болса осы топтан үйренген және білген өлеңнің қыр-сыры мол. Омархан ағаның еңбегі өте зор. Бетіне мақтағаным емес. 50 адамда бір ұжымда басқармақ тұрмақ, 5 адамның басын құрап, 10 жыл сыйластықта болу, ол өте қиын. Өйткені ағаның тобында еркек қыздары бар, апталдай азаматтары бар. Осылардың еркелігін көтеріп, осылардың ыстығына тоңып, күйіп, суығына төзген Омархан ағаға алғыстан басқа айтарым жоқ. Осы уақытқа дейін естуімше ағаның алдынан 200-ден артық шәкірт шыққан. Ол басқа негізі өнер саласы бұл өте ауыр жол. Басқа поэзия, ақындық бұл проза емес. Поэзияда әрбір жазған өлеңнің өтір нүктесіне дейін өзінше үлкен мән мағына береді. Сондықтан қымбатты ақындар, мынау еңбектеп жана берсін, шабыттарыңыз шарықтай берсін. Осы сіздердің бастарыңызды қосып,
бәрлеріңізге, үлкенге, жаңа іні, кішіге, аға, пана болып жүрген Омархан ағадай ұстаздарыңыз бар. Сіздер бақыттысыздар, мен де бақыттымын. Ал осындай шәкірттеріңіз бар аға, сіз де бақыттысыз деп ойлаймын. Не деймін енді? Осы Шымқалаға былтырғы жылда келдік, биылғы жылда міне келіп, Шымқаланың дәмін татып, суын ішіп, өздеріңізбен кездесіп, жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын және өзімді бақытты сезінемін. Шымқаланың жері, ауа райы қалай ыстық болса, мұндағы адамдардың пейілі де сондай кең, жүректері баладай пәк, сонан кейін құшақтары күннің нұрындай ыстық. Бәрлеріңізге Алланың нұры жаусын. Бәріңізді жақсы көремін. Және де мына бауырластар, менің Марсүгүлді мен ерекше жақсы көремін. Өйткені Марсүгүлдің жүзі қалай жылы болса, өзі қалай сұлу болса, Марсүгүлдің жаны сұлу. Әркім сыйласқанның құлы дейді, жаным Марсүгүл. Бүгін міне тағы да жаңа тың оймен, тың идеалмен келіп отырсың, жаңа жоспарларымен. Алла осы екі елдің ынтымақтығын арттырып, өнер жолында сыйластықта болуымызға Алла нәсіп етсін. Содан кейін мына жаңағы бір өзі бүкіл оркестр болып тұрған менің құрдасым Абылайхан, өнеріңізге өте тәнтімін. Өнерлеріңіз өрлей берсін. Негізі бүгінгі кеш мен үшін өте әсерлі болды. Мына әуелеткен әнмен, ән тербеткен, жұрт тербеткен, жұрттың бәрі ән тербеткен неде отыру адамға сондай бір рухани байлық, сондай бір тамаша демалу. Алған әсер өте зор. Рахмет баршаңызға. Жұптарыңыз жазылмасын. Бұнда жүрген мен жаным ағатайыма көз қырларыңыз салып жүріңіздер, Шымкенттің қыздары. Менің өткендерді бақытты ғой сіздің жақтың қыздары деген бір былтырғы жылда кетіп бара жатқанда бір жағы қуаныштан, бір жағы сүйініштен. Енді әйел емеспіз ба? Әйелдік амбиция болады. Махаббат бар жерде, қызғаныш бар. Махаббатсыз өмір тұл, оны жасырарым жоқ. Сондықтан да Алла қандай тағдыр берсе де, мен тағдырдан қашқан емеспін. Мен өзімді бақыттанамын, бақытты әйелмен кезінем. Өйткені толыққанды отбасым бар, жасырарым жоқ. Ұлымды ұяға қондырған, келін алып, немере сүйген бақытты анамын. Ал бірақ та көңіл ол табылмайтын нәрсе. Сондықтан ағатайым әуел Аллаға, өнімен сіздерге аманат. Рахмет баршаңызға.
Өзі Абдулмахмұт Қошатаев, ауаны Гүлжанат Мұхамеджан. Туған күні күзде еді ана. Sağım yeli sağlaşmadın bergen, Topur kızın сезім сөндірген, күзде соққан сырға өңнен оянам, томыраным әуенінде көмірде. Сырласын жер, сырласасын шердеді, күз керене, күз ғажайып ертеді, әуелетіп бірге ойнасам да, күзде мені бір тылсым күш ертеді. Түйсігімде бір оймасақ санамды, сыйласа да қоңызым маған бұл. Күзді сүйем, күзім айды өйткені, туған күні күзде еді анамның. Күзді сүйем, күзім айды өйткені, туған күні күзде еді анамның. Сары көрем түрге еніп бұлақтары, құм сағаттай жылжып уақыт шақтары, алдым шөмір бейнесіне ұқсатты, сусып түскен жапырақты бақтағы. Қуанышпен қатар жүрер ердем ол, алтын күзде көп жақсылық көргені, күзбен бірге келген едім өмірге, күз жеріме кеткен еді жүрегі. Түйсігімде бір оймасақ санамды, сыйласа да қоңыр күзім маған ол. Күзді сүйем, күзім айды өйткені, туған күні күзде еді анамның. Күзді сүйем, күзім айды өйткені, туған күні күзде еді анамның. Түйсігімде бір оймасақ санамды, сыйласа да қоңыр күзім маған ол. Күзді сүйем, күз айды өйткені, туған күні күзде еді анамның. Күзді сүйем, күзім айды өйткені, туған күні күзде еді анамның. Туған күні күзде еді анамның. Ой, рахмет, рахмет. Ал енді кім? Мына жерде енді мен ортаға шақырайын деп отырған адамым Айзада Бекенқызы, Елнұр Қайратұлы, Балғын, одан кейін Гүлзия Тайшықанқызы. Осы төртеуіне сөз кезегін берейін деп отырмын. Рахмет. Сіздер бері қараңыздаршы. Мына жігіт, мынау қыз. Бұл екеуін не байланыстырады?
Сіздер ойлайсың махаббат деп, махаббат емес. Сол жерде мына жігіт аудармашы, қырғызша айтқанда қотармашы. Орыстан қазақшаға, қазақстан орысшаға аударып, сөйтіп жүрген аудармашы жігіт. Осының біраз өлеңіне осы ән жазып тастаған, ауан жазып тастаған осы Айзада Бекенқызы гимн жазды. Гимн қазір ол орынға алып жүр. Мына Қазақтың промының гимні. Ал енді мына қыз, бұл да композитор, ақын. Менің бірінші шыққан телефондағы үнсіздік алло деген өлеңмен ән жазған қыз осы қыз. Сондықтан ал Елнұр. Ассалаумағалейкум, құрметті үкіметтің жанашырлары, құрметті ақындар, әншілер, құрметті сонау Қырғызстаннан келіп отырған қадірлі қонақтар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен Балғын Тоқтарханұлы боламын. Көп өлең жаза алмаймын, аздап жазам, өлеңге қызығамын. Туған жерім сонау Қытай елі, Қытай елінен келген. Баршаларыңызға рахмет, осындай орталарыңыздан ой бор беріп, бүгінгі мына бас қосуға, бүгінгі жақсы жобаға жиналысқа шақырғандарыңызға, баршаларыңызға көптен көп рахмет. Омархан аға, қаламдарыңыз қарымды бола берсін, барлықтарыңыз табысқа жете беріңіздер. Мен енді бүгін осы қазақ елінде әлі танылмаған, әлі шықпаған, сонау Қытайда жүргенде жазған бір өлеңімді осы баршаларыңызға сыйға құрмет етемін. Қазақ деген таудағы өскен орман, қазақ деген жазылмаған шығарман. Жоғалмасын бабалардың ерлігі, жыланға да ақтамызып шығарған, ұрпақтарын қолдас екен бір Алланың. Қазақ деген барлық ұлттың биігі, қазақ деген Қаратаудың иығы. Әке көрген Оғжанады ұлдары, ал қыздары Сахараның киігі. Қазақ деген аққан өзен соққан жел, қазақ деген шежірелі тастан дел. Өмір сырын қазыналы қарттардан, көңіл сырын жалындаған жастан көр. Мен қазақпын, шұғылаға малынған, қазақ деген дүниеге танылған, алдағайып, аласапыран жылдарда апан қалған алапаттан тоғырдан. Менің елім дәл осындай киелі, қазағымды айда күнде сүйеді. Менің елім дәл осындай киелі, қазағымды айда күнде сүйеді. Домбырасы күмбірлетіп күй төгіп, жақсылардың шарапаты тиеді. Қазақ әні, аққу үні, қаз үні, өткен тарих маңдайдағы әжімі. Әжем алған құрт пен сармай ірімшік, әлемдегі адамдардың азығы. Қуанышқа асығатын халықпыз, тақылымды бабалардан алыппыз. Естай менен қорлансынды ғашықтар, бұл өмірге өшпей тұғын салып біз. Тарихтан өмір сырын ұғатын, күрескенде екі бүктеп жығатын, қазақ қана өлең жазып, жыр жазып, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығатын. Болса дағы шұбырынды ақтабан, қазағым-ай салтын аман сақтаған, көңілінде шарықтаған асқаған, қазақ болып туғаныма мақтанам. Рахмет. Ал құрметті, қадірменді өлең сүйер, өнер сүйер, ән сүйер өнер жанашырлары бүгін кереметтей шараның куәсі отырмыз. Биыл Омархан аға басқарған бірлестіктің 10 жылдық. Барлықтарыңызды осы дастарханға шақырып отырып, осы жерде бас қосып отырғанымыз өте қуаныштымыз. Бұл жерде кілең сен тұр, не атайын деген сияқты барлығы да өнерден хабары бар адамдар келіп отыр. Филармония айтайық, солистер, Алатаудың ар жағынан келіп отқан қырғыз ағайындар келіп отыр. Өте қуаныштымыз. Алматыдан келіп отыр.
Жезқазғаннан келе алмай қалыпты, ауа райының қолайсыздығына байланысты біз осы жерде Жезқазған деген ән орындалатын біз. Ал енді барлықтарыңызға тілейтін зор денсаулық. Бұл жерде бәріміз жиналып жатқан сол денсаулықтың арқасында жаңа әдемі ұсыныс болып отыр. Әр 4 ай сайын өнер жаңағыдай іс-шарасында бас қосады. Былтыр алдыңғы кезде Қырғызстанға Қазақстан жалауын жерлетіп барып қайтқанбыз. Бұл кісілерде қанша жыл болды? 8 жылдан бері, 8 жыл. 8 жыл. Аралас құраласпыз. Достығымыз арта берсін. Құдай қаласа, апрель дедіңіздер ма? Бір мезгіл шаруаларымызды реттестіріп, жинастырып, ел көріп, жер көріп, жаңағы қотарма деп айтсыз ғой. Оған дейін жаңағы жақсы ән сөздеріміз қотарылып, Қырғыз елінде шақырылса қандай керемет. Былтыр неге барған кезде жаңағы Ыстықкөлге барған кезде кеменің үстінде бәріміз Қазақстанның әнін орындап билеген болатынбыз. Сол сияқты екі елдің татуластығын, ынтымақтастығын білдіре берейік. Ал енді осы жердегі жерлестер жалғыз бұл жер емес, осыдан кейінгі де басқа кездерде жолға берейік. Ал шығармашылықтарыңыз шарықтай берсін, әндеріңіз, сөздеріңіз, өлеңдеріңіз шығып бүкіл әлемге таныла берсін. Болмағанда ал тағы да құтты болсын. Теріскейдің ақыны Елнұр Қайратұлы, сіздер бұл бал жігіттің шығармашылық кешіне мына жерде Айзада, Роза, Бөрбай аға бәріміз бардық. Мәдениет үйінде, Мыңжылқы мәдениет үйінде өтті. Сол жерде осы жігіттің қасқыр ұлыған түн деген қойылымы болды. Түркістанда да болды. Керемет, енді оны көру керек, оны сезіну керек. Сондықтан ел бұдан кейін Елнұр Қайратұлының шығармашылық кеші дейтін болса, мына филармонияның әншілері, біздің нелер біреуміз қалмай баруға атсалысайық. Мен өте қуаныштымын өздеріңізбен жүздесіп отырғаныма. Алыстан келіп, үйімде қонақ болып, сондай керемет өзінің керемет нелерімен белек әпке келіп отыр. Міне бастамамыз жаман болмай жатыр. Осы жылғы белек әпке екеміз қос композиторлер әндерімізден бір кітап шығарайын деп жатырмыз. Құдай қаласа бұйыртса, соның куәсі боласыздар. Мен сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Омархан аға бізді шәкірт қылып, тәрбиелеп, осындай дәрежеге жеткізіп отырсыз. Сізге мың алғысымды айтамын. Мен кім едім? Жай ғана үйде жүрген ана, үйдің тірлігін істеп жүрген, сол үйдің ошағын тұтатып жүрген едім. Ал енді міне осы атаның арқасында Айзада Бекенқызы деп әкемнің атын шығарып жүрмін. Алғысым шексіз сіздерге, баршаларыңызға тек қана табыс тілеймін, бақыт тілеймін. Мына 2026 жыл сіздерге тек қана қуанышымен келсін. Еш уақытта жаманшылық болмасын, ортамыз ұлғая берсін. Құдай қаласа, мына екі Қырғызстан менен Қазақстанның көпірі еш уақытта сынбай, ортасында арыда берде шауып жүре берейік. Аман болыңыздар. Мынау Айзаданың, сен Айзада мен қажеткемен мен мақтаса, ішінен жақсы көріп тұрғанмен жылағым келіп кетеді, жылай бергім келіп кетеді ондайда. Көп мақтай бермеңдерші. Мынау әне. Шапалақ қожайын. Ойым жетпей қалады сондай. Секір дейсей. Секір бақасына. Одан кейін шапанның артына жазылғаны бар екен, бұрылыңызшы. 1500 не деген? Шапала! Gülce Taşkan burada. Сыйлап құрмет етіп
Бізден әкелерге бас иеміз. Құрметті Шым шаһарға осылай өлең сөздің патшасы бірлестігінің 10 жылдық мерейтойы себеп жоқ жиналып отырмыз ғой. Сонау қырғыз елінен келіп жатқан Айгүл тәтелеріме қош келдіңіздер деймін, қуаныштымын. Алатаудың ар жағынан жоласып келіп қадірлі қонақ болып жатсыздар, өте қуаныштымыз. Және Қазақстанның түкпір-түкпірінен, оңтүстік, солтүстік қонақтарымыз келіп жатыр. Бұл да бұл бірлестігіміздің үлкен бір осыншама жыл не атқардық, не мәселе болды тобымызда, қандай жетістіктерге жеттік деген бір шешуші кезең дейма, есеп беру кезең дейма, Омархан аға бастаған осы бірлестікте жиын болып жатыр. Бұл бір еліміздің үлкен бір қуанышты жаңалығы деп есептеймін өзім. Мен осы өлең сөздің патшасы бірлестігіне тай басып алғаш келгенімде Омархан ағаның тобында мен 5-6 жыл болып қалыпты, 6-7 жыл десем де болады. Содан бері ілесіп келемін. Осы дәрежеге жеткізіп отқан осы ағаларымның, осы топтағы мүшелердің барлығының арқасында Бөрі ағамның да тобында болдым. Кереметте тәлім тәрбие алдық. Қазір енді 2 кітап шыққалы отыр, Құдай қаласа жарық көреді деген ойдамын. Осы бірлестіктің жемісі деп санаймын. Жетілдік, осындай жырға, поэзия саласына келдік. Және әндер де туындады, шығармашылық артып жатыр. Ол сіздердің арқаларыңызда. Сіз біздігіні жоғалмасын. Осындай қаламгерлердің әрқашанда қаламның сиясы таусылмасын. Әрқашан биіктен көре берейік. Әрбіріңізге, шаңырақтарыңызға тек жақсылық, жақсы жетістіктер тілеймін. Тойдан тойға ұласып, Құдай қаласа, осы өлең сөздің патшасы 20 жылдығында тойланады деп ойлаймын. Әлде қалай атқарылатын істер бар, тек жетістікке жете беріңіздер. Және қырғыз елі мен қазақ елінің достығы артай берсін, алтын көпірі жалғана берсін. Біз де сол елге қонаққа барайық. Қызығушылығымыз өте көп қырғыз еліне. Қазақ-қырғыз бір туған дейді. Сіздердің де ырларыңызды оқып жүріп, желіден Айгүл әпкемнің несінде физрукта бармын, өлеңдерін оқимын. Өте керемет, жандана беріңіздер. Филармонияның әншілері өте рахмет, жақсы көңіл күй сыйлады. Кереметте әншілер бар екен. Бұл әпкелерімізді бұрыннан танимыз, талай отырғанбыз, осындай дәмдес болғанбыз, өте керемет, жақсы жандар. Әрдайым осылай жақсылығымыз арта берсін, сыйластығымыз арта берсін. Осындай дастарханымыз кеңге жайылып, біз тойлап жүре берейік. Рахмет. Мынау өлең сөздің патшасына 10 жыл. Зейнұр Қайратұлының менімен бірге жүріп келе жатқанына 9 жыл. Айзадаға 8 жыл. Күнге Розаға 6 жыл ба 7 жыл. 7 жыл. Осындай ғой енді жалпы. Жалғыз менің артынан ілесіп жатқан Гүлақын енді инсульт алып больницаға түсіп қапты. Ол қыз келу керек еді. Енді мынау жалпы осы Шымкент қаласында Үштаған деген үлкен бірлестік ашылды өнерпаздардан. Ол Үштаған неге? Үшеу. Ақын, композитор, әнші. Осы үшеуінен құралған. Осының үш аяғы сияқты. Соның бірі осы менің мынау Қарсыбек деген досым. Мен ана шапанның бәрін не қыламын? Осы қазіргі мына шапанды мен осы досыма жабайын деп отырмын. Сіздердің ұстаттарыңызбенен осы Қарсыбек бауырыма мүмкіндік болса, досым. Алмайды болай, көр алмайды. Рахмет саған. Allah razı olsun. Өреген замандасым ғой бұл кісі. Тайғылдай тегіс өскен бір уақытта туылғанбыз бәріміз енді. Енді менің өмірде көріп өткен нәрсем жүде көп та бірақ. Өзбекстанда туылып өскен, Ялласында көрдім. Шералы Жорайыптың қасында бір пиала шай ішкен жігітпін, лайғанда. Мақтанбай қойшы. Біз қазақтар жаман мақтанамыз да. Бірақ дегенменен
Орекеңе мен ырза болдым. Неге деңіздер де Алла Тағала мөлшері келіп, Роза кеш. Мынау тағдырдың несіменен осы кісілерге қосылдым ғой. Егер бұл кісілерге мен қосылмағанда, әзір мындай болар емді. Қалай қарайсыздар? Әзір мен мындаймын. Бола ма? Шапалақ қошемет. Енді ән көп жаза берсек деген. Айтатын ән көп. Рахмет, Алла разы болсын. Сіз ән айтасыз ғой, иә? Мына шешем бола ма? Біреуден беріп, біреуге бере салады. Бұл айтып көрмейді. Шапалақ қошемет құрметсіз.
Рахмет, мына тамақ суып қалмасын, тамақтарыңызға. Мен де кішкене сөз сөйлеп қояйыншы сіздерге. Сіздермен бүгін осы үлкен дастархан басында қауышқаныма өте қуаныштымын емес, бақыттымын. Келген қадамдарымызға қонақтар гүл бітсін. Біздің елімізге, жерімізге қонақ болып келіп жастар, Алла жаса, біз де сіздерге барып қонақ болуды жасын. Ағамызға рахмет айтам. Құдай қаласа аға жүз жасаңыз.
осындай достарыңыз көп болсын, шәкірттеріңіз одан да көп болсын, Құдай қаласа. Мен өзім есімім Жазира, осы филармонияда істеп жатырмын, Құдай қаласа. Сол жерден бір пенсияға шығамын ба деген үмітім бар. Көп жыл істеп жатырмын. Ана өзге емес, өзім айтам, өз жайымда деп Қасым ағамыз айтқандай, өзім жас кезімде көп конкурстарға қатыстым, жаңағы халықаралық конкурстардың лауреаты болдым, кейін бірнеше жаңағы елдің марапатын алып сөйтіп жүрміз. Сол осы жақында осы кісілермен жақынырақ танысып, осы неге бірлестікке мүше болдым. Өте қуаныштымын. Енді біз өнер адамдары жүрген жеріміз әрқашанда қуаныш болсын, той болсын деп тілейміз ғой. Жақсылықтың жаршысымыз былайша айтқанда. Сондықтан әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызда қуаныш, жақсылықты бөлісуге барайық біздер. Алла соны жасын. Аспанымыз ашық болсын, достығымыз мәңгілік болсын. Жаңағы ән табылса, қырықша ырдап беремін. Şabalak koşemet kurmet kaynike Berekenin mirgesi kutlu bolsun Tamaşa kirimin en bolsun degenike Sen жазғы жарықтың бен жылы самал боп естім Мен естімеген кезде Жұм-жұм жатты зәтке кештім Нәзік сезім боп ең бақытты кезім боп Болса да жүректен сенбейді Сен құсап ел жүрекпейді Жаным Milyon жұлдыз бар Milyon жұлдыздан әдемі қырғыз ағайым бар Milyon сөздері Шымалаған қыздары әдемі билеген Қара шаш Білмейік сөзден анаған сөзім бар Koşemet kurmet kayneke Kırgız ağaylarına şamalı Kara şaşın senin Ton koyu kalın Önsüzler beni Kıytırıp şiir benim Önsüz sarılmaz Veremez, veremez Olsa da yürekten sen bil Sen kusam yencilik bil Canım Milyon var Milyon жұлдыздан әдемі бір қыз бар Milyon сөздері Ancaklar bize gelgen kırgızlar Milyon жұлдыздан әдемі бір қыз бар Milyon сөздері Сүйретіп бере алмас ол қыздың көздері Milyon жұлдыз var Milyon жұлдыздан әдемі бір қыз бар Milyon сөздері Сүйретіп бере алмас осынша қыздардың көздерін шабалақ жандарым алдында
Dayım.
осы жерде бағаналы берседердің алдында мобилограф болып жүрген Жібек Ысқақова деген алтын қарындасым бағаналы бері өтініш жасап, енді бұл сонау Түркістанда тұрады, Тұранның елі, Тұранның мекені, киелі қасиетті Қожа Ахмет Яссауидің жерінен келіп отырған осы мен қайтуым керек еді. Ол кісіні де түсінеміз, үйде анасы іздеп жатыр. Сондықтан рұқсат болса сіздер жайлассаңыздар, осы жерде бір 4 жас, Алла жастың тілеуін бере ма, кәрдің тілеуін бере ма, ол бір Алланың қолындағы нәрсе. Осы жерде бір 4 жасқа сөз кезегін беріп берсем, одан кейін бар Шымкенттің салқын сұрасы ма, арағы ма, бәрін іші береміз. Елмира Сәрсенбайқызы, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі. Кенже Жанбай, Халықаралық Жазушылар Одағының мүшесі. Және Тыныбек бауырым, өлім сөздің партиясы тобының мүшесі, жақында ғана қосылып отқан. Одан кейін тағы да осы өлім сөздің партиясына мүше болып қосылып отырған Мақсатбек Айдарбеков бауырым соңында Шымкенттің салқын сырасы сендер үшін орындап келеді. Ерген Серікбаевтың әнін. Ал, қайсың? Мен тыныштап микрофонға кіремін, без микрофонға кіремін. Мен енді осы уақытқа дейін сөйлеген барлық аға әпкелердің айтқан тілектеріне қосыламын. Омархан аға жайлы бір ағам бар деген өлең бар еді, соны оқып берейін ағайын. Бұл өлең жазуының қашсарын үйретіп бағдақ беріп жанашыр жан ұстазын Омархан Алтынбекұлына арнаған. Бір ағам бар, ағалардың ағасы, қымбат маған ол ағамның бағасы. Уәде берсе орындайтын уәдесі, бір сөзді жан, даналардың данасы. Ол білсеңіз, баға жетпес алтын жан, өзгермейтін таң ғажайып қалпынан, айналаға шуақ шашар күн деген жылуымен барша жанды таң қылған. Қарапайым, жаны жайсаң, жанашыр, мейірімді, парасатты жан асыл, қиын сәтте табылатын қасымнан сыйлайтұғын көңіл күйдің дарасын. Ерекше жан, жақсылардың жақсысы, қолын созып жәрдем беру бастысы. Көшпас сөзі салған сара жолы бар, жомарттыққа бастап жақсысы. Еш қашанда аламас адамды көтермейтін, көтеретін ойлы ағамды, білмегенді үйрететін әрдайым, оны менен бастырып әр қадамды. Сол ағам, сол бір ағам, алаңдайды мен үшін, туған ағам, қазақ дейтін ел үшін, шындықтайтын шырылдайды жүрегі, бұрмалайтын аңдағы терін, жүректегі өлеңімен гүл терген, жол бастайтын ұстазым болып үлгерген. Ақын аға, өзіңізге мың алғыс, алдыңызда өлең болып тербелген. Бар жас арнайтын біздерге, сыйластықпен үн қататын ізгелге, аман жүрші алтын ағам, ұстазым, бейнелепсіз ғасыр жазым жүзделге. Рахмет. Анау Абайдың бір сөзі бар. Ұқпасқа айтқан сөз жетім дейді. Сөз сүйектен жетеді, таяқ еттен жетеді. Енді осы жерде мынау Елмира Сәрсенбайқызы деген Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, 6 кітаптың авторы, біздің қажы, кеше ғана қажылыққа, умра қажылығына барып, мына жерге келуге болмайды десе де, менің көңілім үшін осы сіздердің нелеріңіз үшін келіп, осы жерде бас араласып отырған осы Елмира қызыма сөз берейін. Солай қанша уақыттан бері улап әні өтеді, міне өтеді деп арасында мен умраға барып келдім. Ал мынау қырғыз елінен келген қонақтарға қош келдіңіздер деймін. Өте қуаныштымыз сіздердің келгендеріңізге, осылай ортамыздағы керемет жиынымызға куә болып отырған. Енді қазақта сөз бар ғой, енді
риза болып келдіңіздер. Сіздерден кемшілік кетіп жатса кешірерсіздер. Жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып барасыздар. Елдеріңізге сәлем айтыңыздар, мені танитындарға деп па? Байқаласа биыл сіздерге баруға шақыраттыр ма деп па? Ал Омархан аға, бүгінгі бас қосуымыз 10 жылдық кездесу кешіміз керемет өтті деп ойлаймын. Өзімнің көзқарасыммен отырған қанша адам сізді сыйлағаннан келіп отыр деп ойлаймын. Сіздің беделіңіз, құрметіңіз сіздің алдыңызда орны бөлек, орныңыз. Бүгін сізді тек мақтайтын болып тұр ғой. Шығармашылықта барлықтарыңызға тек қана жетістіктер тілеймін. Алар асуларыңыз, бағындырар белестеріңіз көп болсын. Сіз біздігіміз ешқашан ажырамасын. Базар басып келіп жатқан, Алматыдан, Созақ елінен келіп жатқан қонақтарға да оңалғыз, келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Жаңа ішінде бір әпкеміз айтып кетті ғой, бала шағамыздың қызықшылықтарын бөлісіп, бір-бірлеріміздің ойларымызда қызметін жүре берейік деп, сол сөзге мен де қосыламын. Бастарыңыз аман болсын, сыйластық ешқашанда сатылмасын. Не дейміз басқа? Аман болыңыздар. Тек қана осындай той, әдемі кездесулермен бас қосуды Алла насip етсін. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Өлең мен өнердің құдіреттігі соншалық, осыншама жас, кәрі, басқасын бөлмей бір ортаға жинастырып отыр. Бұл да бір үлкен құдіреттің белгісі. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Сонау алтай асып келіп отқан қонақтар сіздерге бір-біріміздің қуанышымызбен бөлісіп жүре берейік. Айтып жатты ақтілектер бәріне Омархан аға сізге мың алғыс. Жандардың басын қосып, бір ортаға бір арнаға қосып сіздер үлкен еліз бар. Сізге баршасы тілеймін, ауырмаңыз, еліңіз сау болсын. Біздің жақсылығымызды асырып жасып жүре беріңіз. Алло, былай болсын. Менің бірлестігімнің главный бухгалтері қазір осы жігіт. Құлақ қағыз. Артық ақшаларыңыз болса сразу сала беріңіздер қорға. Айзада пенсия қашан аласыңдар? Тыңдайық. Өзіміз аяқтадамыз. Осындай ортамен танысып отырғаныма өте қуаныштымын. Барлығыңызға көп жақсылық, мол табыс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тек жақсылықта бас қосып жүре берейік. Айтылған ізгі тілектер, ниеттер періштенің құлағына шалына берсін. Аман болайық, аман болсын. Ал енді менің әрі қайным, әрі композитор, әрі інім, менің досымның жан досы Мақсатбек Айдарбек композитор. Сен де бір өзіңнің ақ тілегіңді айтып одан кейін. Менің досымның Шымкенттің салқын сырасы деген әнін жолдауымды өтінемін. Рахмет Омархан аға. Мынандай бір өлең жолдары туды да сары далаға кетіп баратқанда қасымдан Шын Төлеген болды, Құрал Көмек болды, Әбдіқадыр Дүлдүл болды. Сол төртеуміз Сарыағашқа кетіп баратқанда табиғатпен сырласу деген бір туынды туды. Соны осыны оқып жүрейінші мен осы кісілердің алдында. Ой түйсігі көкірегім кірбия толы мұңға, таппай кетіп жырларым зарығуда. Кейде солай тауқия қырасамын табиғатпен оңаша жолығуға. Кетіп барам табиғат өлкесіне, жүрек жүргім ондайда селк етсін бе. Тұла бойым біртүрлі қобал жолы табиғатпен жүз кездесуге.
шақырады оңаша сырласуға, сондықтан да бекіндім қырасуға, сізді сезім салмағын сырып тастап шерімді айтам деп береді мұңдасыма. Жалғыздықта мен онда қамықпаймын, қайта көкке өрлеймін, қалықтаймын, қоға басқан сағасын көктеп өтіп әрбір тасын санаудан жалықпаймын. Сырласқанды жөн көрем оңашада, көк шалғынға аунаймын бара сала, айғайлаймын таутасқа шығып алып түс көзінен жындыға баласына. Мейлі дегерсін елемеймін, ренжімеймін, езуаз санаса да. Дала заңына қымсан қарықпаймын, өзі қашары санамнан алыптаймын, табиғатпен тілдесіп елден ерек ештеңеге басымда ауыртпаймын. Таудың таза бұлағын жағалаймын, қырат белден аралаймын. Тіршілігін сезінсем солда жетер, одан басқа ештеңе қаламаймын. Өзінің поэзиясы осындай жаққа оқу айту деген бұл көп адамның қолынан келе бермейді. Мақсатбек рахмет алып. Одан басқа бір баяға ештеңесі қаламаймын ғой. Дағы бір ағайдың сұранышыменен Омархан ағайдың сұранышыменен біз ушу Қырғыз-Қазақ алтын көпіресінің жаңы негіздегенде мен ырдадым біле Қырғызстан оғындыру. Азыр ушону сурап атат, мен ушуну ырдап коеюн. Ең алғаш кездескен кезде орындаған Ушуну ырдап коюн, Қырғызстан оғындыру. Kırgızlar
Ержанның мен адаммын деген бір керемет әні бар еді да. Соны айттым деп отыр сіздердің орталарыңызда. Мен адамды қабыл алып қойыңыздар, Ержандай айта алмасам да, Ержанды мен шәкіртімін ғой. Бұл салқындар екен кетті. Sıra kayda. Koslu kaydayış. Bak bayram. Bile. Şimdi salkın sırasın. Gönül beşi kurdasın. Mürdürü tırnasın. Sen şurada durasın, şöldegen кезде жолдасın, şaşagan кезде sırlasın. Pişkende canın kırıp, boyunda kanın жүріп, өлердің мәнін ұғасın. Hey құрдасın, түсінбей жүріп болмасын, туласын жүріп туласын, ішек шімкен сырасın. Sütünde koydu kolgasın, ay hey, gereksiz ezgi ağlasın. Babanın işkin bozasın, kadıstan ağır derlerin. Sırayla düşe ağırım, şartıktın vadasında, dostlardım vadasında, kırızıttın arasında gazım. Olmasın, tulasın жүріп tulasın, işeyip şimket sırasın. Hey kurdasın, түсінбей жүріп болмасын, tulasın жүріп tulasın, işeyip şimket sırasın. Kırgızстан'a gelin konaklarının hürmetine. Şimdikten salkın sırasın, hey, yazıktın albet kuvvesın, ay hey, tağda işen oğlum, hey, kalmasın benim kömürüm, şimdi demek ki bize, gönülde gönül bökmeyle, yok, dostum sen sevmesin ben, şirketin sırasına, düşmanın sıracak bir, olmasın, tulasın жүріп tulasın, işeyip şimket sırasın. Hey құрдасın, түсінбей жүріп болмасын, tulasın жүріп tulasın, işeyip şimket sırasın. İşeyip şimket sırasın, işeyip şimket sırasın. Ойбай. Кетті ма? Екінші. Мен адаммын. Ал кеттім болса. Мен адамды керемет ән жақсы көремін мен. Екінші бір айтпайтын айтады. Ержан, қайтыс болатын жылы 10 жыл жатыр, 10 жыл жатыр. Мен адаммын. Осыларды.
бойымда мені жылытады арайлым Құдайдың нұрмен берген сыйымен қолдап жүрді мені қаншама бір қатерде мен адамның өмір десе тамсанған талай күйе талай өктемген алды жолын әркім өзі таңдаған өкінбесте енді өмірден жүрдім солай жүрем солай сайранда ұғынатамын кеш көңілді шымкенттегі аруға қайранға осыннан оттай сезімді Мына жерде Роза композитор Роза Есенгелдиева опера балет театрының әншісі зам директоры Қадыргүл Сахова анау баяғы операциядағы сақыптар қатар неғылмаңыздар шатасырмаңыздар ал тағы кім бар бізден Қарсыбек келе ғой одан кейін әл Шымкентті жаппа әл Жазира әл Жазира дейсің жаңа қайда жоқ өткен кәсімді тасқа шауып деген сөз бар Қарсыбек жасылдың өзіне бастайды ұқпасқа айтқан сөз жетін болмасын менің ұштағандықтарым сөйлейін деп отыр үш аяқтың мостың үш аяғындай болған даридайдым қарудайдым ақаулайдым даридайдым ақайдайдым даридайдым тірек айтамыз тыңдайтын бармақ деймін ана жиден кем айтқан жоқ соның даусын бердім бе құрметті жақсылар ханымдар мырзалар бұл кісілерді бері қарай қарасызын басымды жанартаудай өреңдаған білмеймін ойларым маза бермей қойдалмаған аяймын адамдарды ойланбаған милары ойыншықтай ойналмаған менің миым бір ғылым игермеген игеруді адамдар үйренбеген құпиясын ашатын сол миымның ешбір жанға маңдатып ми бермеген ей жігіттер мына жақта сөз сөйлеп жатыр
білмеймін. Мен жалғызбын, ай жалғыз төбемдегі. Түндерімнің жұлдыздар көрер мені. Ей бала, мен өлеңнің өлер мені. Қойымды ұрласаң да көгендегі, ойымды ұрламассың өлімдегі. Шабалап. Керемет тамаша. Ал, құрметті жақсылар, қош келіпсіздер. Бүгінгі қуаныштықты болсын баршамызға. Жақсы ниет. Бүгінгі қасиетті жұма күні қабыл болсын деп не дейміз. Мен көп сөйлей алмаймын, Ореке. Соңында бір әдетім бар. Көп сөйлей алмаймын да. Роза ханымға берейінші. Мен айттым. Болдым мен. Қайырлы кеш, игі жақсылар. Бағанада айтып жатырмыз, орындарымыз жоғалмасын. Қырғыздан келген біздің ару қыздарымыз, сұлу қыздарымыз марш күн бастап келген. Тілеккүл де келу керек еді. Жаным. Я, Білбай деп берейін ба? Жүзі, ал келгендерің, қадамдарың құтты болсын. Құдай қаласа, бір жылдан кейін көріп отырмыз ғой. 2 жыл болып кетті ма? 2 жыл болып кетті ма? Енді Құдай қаласа, жазда барамыз тағы да. Не дейміз еді, бағанадан бері жақсы отырмыз, жақсы ойнап жатырмыз. Ұнады ма? Жақсы ма? Сендердің өнерлеріңе де рахмет, басымыз тиеміз. Көп рахмет, камера түсіп. Болатбек отыр. Ал енді мынау басты біздің жаңа бүгінгі жиынның басты не дейді, кейіпкері, себепкері, осы отырыстың болуына көп үлесін қосып жатқан біздің Омархан Алтынбекұлы, менің жездем, ешкімде жоқ, кідай, ой өспей қалды. Сол кісінің бүгін тобының өлең сөздің патшасы бірлестігінің 10 жылдық мерекесі. Бақына бөрақ айтып жатқанда, ол кісі қайда? Далада бір қызбен жүрген жоқ. Сол кісі айтқандай 20 жылдықта Құдай қаласа біздің бөрағымыз таяқсыз келетін болсын. Біздер осылай, осы күйімізде, бүгінгі күйімізде Құдай қаласа сол кезде аман есен төрт көзіміз түрлен, балалашымыз аман кезі өтіп нәрсі етсін. Жамандағын естімейміз дұрыс болды. Сүйем дедім. Тойлаға алтымызда осылай жарқырап жүре беріңіз. Өлеңдеріңіз таусылмасын, жырларыңыз бітпесін, баршаларыңыздың жырларыңыз жалындай берсін. Әсем әуенге айналып, ән әлемінде шарлай берсін. Қаламдарыңыз ұштала берсін. Басты байлық, денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Сонау алыстан келген баршаларыңызға рахмет. Шырайлы Шымкентті кеше аса мақтап қойып едім. Неше бүгін енді шілде шығып жатыр деп құтыламыз мұндайда. Бәрі жақсы, көңіл күйіміз жақсы болса болды. Меруертке рахмет, сонау жерден келген Несібел әпкемізге рахмет. Айтып жатырмыз Маршкүлге, Белбек, Жолдый, рахмет сіздерге де сонша жерден келіп жатқан Болатбек, Кенже Алматтан келіп жатқан Балғынға рахмет, мінекей. Осылай келесі кездескенде Құдай қаласа осыдан 3 есе сатып отырайық осы жерде, болмаса басқа жерде, керемет жерде. Мен артық сөйлеп қойсам айып етпеңіздер. Тамаша, керемет. Роза ханымға бір шапалақ қосыңыз. Ұстаз болғым келіп беді Олабайдай, ақын болғым келеді Абырайдай деп теріс қаратып айттым да, наоборот болып кетті менге. Сол үшін мен ақын емеспін да, мен ән айтсам зор айтамын, даусым кетпейді. Шапалақ қошемет құрметтесін деп қойыңыздар. Бүгінгі отырыс таза керемет, әдемі, тамаша өтіп жатыр деймін. Құда қаласа, Алла бұйыртса 20 жыл деп жатыр. Алла тағалам сол күнге нәсіп етсін. Бізге де жұғысты болсын. Құда қаласа, Роза ханымның шығармашылық кеші бар әле. Дұрыс па, бұл кісінің де бірталай әндері, кітаптары шығып жатқан жолы бар. Оны Қадырқұл ханым жақында Зейнетті неге шықты? 60 жылдық юбилейін қылды да бұл кісі. 2-30 қылды да, бірақ әлі шыққан жоқ. Работает еще деп. 1 жыл бар. Құда қаласа бұл кісінің қуанышы бар алда. Өте керемет. Одан кейін Әл-Жазир дейміз бұл кісіні. Керемет, тамаша, айналайын. Өзі сызылып тұр. Тұрысына қараңыздар. Қызыл көйлек
Üstüne kiygenin жарасып тұр шашының түйгені деп. Осы кісіге айтсам бола ма? Тамаша, керемет. Бізде керемет осында қыздарымыз бар. Әлі бір-екі қыздарымыз бар. Жұмыста ол кісілер бүгін. Жұма ғой бүгін, пятница. Жұмыста ол кісілер былай айтқанда енді шамалы уақытта келіп қалар. Келе жатқан әлі тобымызда көп. Орекең бекерге простой адамдарды алмайды ғой деп қадіргүлге берейін микрофонды. Слава Богу. Кім айтпақшы? Түкең айтты. Кім еді атам? Тука айтпақшы, слава Богу. Маған сөз бергеніне рахмет. Оған сөз берсең бермейді ішіне, бәрі таныстырып тұра береді. Ал құрметті қонақтар, төрде отырған қырғыз елінен келген менің замандастарым, достарым, жолдастарым, бүгіннен бастап сіздермен доспын деп есептеймін. Соның ішінде ерекше атап өтетін белек құрдасым, клаштасым дедім ғой мамаған. Екеуміз бастаспыз. Жазгүл мен Марсгүл бізге сіңілі болады. Сіздердің төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Осы бүгінгі отырыстың ең басты кейіпкерлері сіздер. Осы отырысты ұйымдастырған Омархан аға, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сырттан, алыстан келген қонақтар, барлықтарыңызға рахмет. Өте керемет отырыс болып жатыр. Осындай отырысымыз бітпесін, тарқамасын, тойымыз көп болсын. Мен жұмыстың бәрін ұмытып сіздермен отырдым негізі. Бәрін ұмыттым. Негізі жетте баруым керек еді ғой. Ромео и Джульетта деген операға. Демала берші, өздерің өткізе салайыншы, мен сіздердің главный рөлді бердім ғой басқа біреуге. Сіздер үшін тәрк етті. Вот, сөйттім. Амал жоқ, амал который. Барлықтарыңызға рахмет, өте керемет отырыс болып жатыр. Мен Абылайхан досым қайда? Екеуміз құрдаспыз ғой, доспыз ғой. Мақсатбек Айдарбек, братишка. Мына жерде бір іні тауып алдым дәл қазір. Сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Екеуміз үш ата болып шықтық. Бергел бере, братишка. Үш атаның жігіті. Екеуміз бір ұрудан бір неден болды, қыз алыспайтын. Туған інімді үш жерде қазір ғана тауып алдым. Есімі Тыныбек. Жаңа танысып алғанбыз енді. Ал отыра ғой жаным. Барлықтарыңызбен танысқаныма өте қуаныштымын. Бүгін көргендер, бұрынғы көргендер бәрі біледі. Таңғалатын ештеңе жоқ. Осындай өнер адамымыз. Керемет отырыстар, тойлар осылай өте берсін. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Жабалап, қошемет көрмен. Қара көз қанды. Мен таман алғым, баста жіберейін деп. Кешіресіздер. Филармонияның керемет әншісі бұл қыз Жанар Жазира Қайырлы кеш достар. Жаңада бір пайдаланып кішкене сөз сөйлеп кеткен едім. Енді жақсы тілектің артығы жоқ қой. Мен қазір өзім ойлап қоямын. Қазақта бір жақсы сөз бар. Дарияның түбінен құдық қазба деген. Мына керемет ақындардың, сазгерлердің, өнер майталмандарының алдында тұрып сөз сөйлеудің өзі сәл қобалжытады екен адамдар. Сондықтан осы кісілердің жаңағы үлкен ағаларымыздың, әпкелеріміздің жолын берсін деп тілеймін біріншіден. Мен өзім андай тығып жасырын өлең жазатыным бар, бірақ халыққа еш уақытта айтқан емеспін. Ал негізі өзім ақынның қызымын. Әкем ақын өмірден өтті, бірнеше кітаптары қалды. Енді сол кісіден қалған бірдеңе болса, мүмкін болашақта сіздердің қолдауларыңызбенен мен де сіздердің қатарларыңызға қосылып кететін шығармын. Жеткізсін, дастархан тек жақсылыққа жайылсын, әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызда тек қана қуаныш болсын. Мына әр шаңырақта өсіріп отырған ол қыздарыңыздың рахатын, қызығын көріңіздер. Біз жақсы тілек айтқан кезде сондай қобалжып кетемін да, өйткені әрбір жас баланы өзім баламдай жақсы көремін. Сондықтан әрқайсыларыңыз отбасыларыңызға қуаныш келген үстіне келе берсін. Осындай жақсы күндерде жолға берейікші әрқашан. Жақсы адамдарды жаным жақсы көреді. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін.
Рахмет, рахмет. Жоқ, айтады аз. Бір секунд. Осы ғой біздің Чимкент таласып кете береді. Былай тұрсын. Ана қырғыздар білесіз деп қода былай тұрсын. Ыңғайсыз болмасын. Шабалақ, қошемет, құрметті болса. Үштаған группасында бұл кісі бар, бірақ білеміз де бұл кісі өзі қашып жүреді. Беріп тұрса, беріп тұрса. Осы шамалы 2 жыл болды мақсаты жаным. Бұл кісінің бір характері бар да, бір кіреді, бір шығады. Себебі жұлдызда уақыт жоқ бүгін. Шабалақ. Ортада құрмет, бейді. Гүл аламын, сыраға саламын, күнді аламын. Мен гитарист, қалма үзімнен, нүкізге барамын. Гүл аламын, сыраға саламын, күнді аламын.
Nasıl? Bile bile vatanın gülü kızlar, parla yedi çok kızlar. Vatanın gülü kızlar, parla yedi çok kızlar. Zamanında azat kuş, devreke tuş, devreke tuş. Zamanında azat kuş, devreke tuş, devreke tuş. Bile bile böyle bu geçici nişanı. Bile bile beni canım, marında baba canım. Kudar şemmen kudavalla, bilir canım ortala. Sen